Қазақстан астанасында азаматтық авиация ардагерлері мен қызметкерлері құрмет грамоталарымен марапатталды. Еліміздің сала мамандары биыл кәсіби мейрамды алғаш рет атап өтті. Бұл күні ерекше құрметке бөлінгендердің бірі Дмитрий Душимов, ардагер ұшқыш. Азаматтық авиация қызметіндегі 11 000 сағаттан көбін әуеде өткізген тәжірибелі маман шебер ұшқышқа тән кәсіби дағды қасиеттермен бөлісті. Человек должен прежде всего уметь анализировать ситуацию, принимать ответственные решения. Ең алдымен кез келген жағдайды сараптап, жауапты шешімдер қабылдауға дағдыланған адам болу керек. Бұл ең бастысы. Өз ісінің хас шебер атану үшін сауаттылық та қажет. Бұл мамандық әрқашанда үлкен беделге ие және ұшқыштың мәртебесі әр кезде жоғары болады. Кәсіби мереке иелерін көлік министрі құттықтады. Марат Қарабаев тәуелсіздік жылдары отандық авиацияның даму қарқыны бір бәсеңдемеген ерекше атап өтті. Көрсеткіштер жыл сайын артып келеді. Авиациялық парк жаңарып, саланың инфрақұрылымы жетілдірілуде. Мәселен, 22 ұшу-қону жолағы мен 16 жолаушылар терминалы жаңғыртылды. Әуе байланысының географиясы да жыл сайын кеңеюде. Бүгінде әлемнің 30-ға тарта мемлекетімен халықаралық тасымал қызметі жүзеге асырылып жатыр. Жалпы елде бұл салада 20 000-нан астам адам жұмыс істейді. Сарапшылардың болжамынша, алдағы уақытта авиация мамандарына сұраныс арта түседі. В этой связи единственное в стране высшее учебное заведение по подготовке авиационных специалистов. Бұл бағытта авиациялық мамандарды даярлайтын еліміздегі жалғыз оқу орны Азаматтық авиация академиясы әлемнің жетекші авиациялық оқу мекемелерімен және халықаралық орталықтармен тығыз қарым-қатынас орнатқан. Бұндай ынтымақтастық аясында ESA және ICAO халықаралық стандарттарының талаптарына сай білікті әуе қызметкерлерін даярлау бойынша шеберлік алмасамыз. Осы бірлескен және өзге де саланы жан-жақты қолдауға бағытталған шаралардың арқасында қазақстандық авиация әлемдік қауымдастықта лайықты орын алады. Салалық ведомствоның дерегінше былтыр еліміздің әуе компаниялары 13 миллионнан астам жолаушыны тасымалдаған. Бұл бұған дейін елде тіркелмеген рекордтық көрсеткіш. Өсім 20%-тен артық. Сонымен қатар Қазақстан ашық аспан режимін 2027 жылға дейін ұзартты. Өз кезегінде бұл отандық авиациялық нарыққа сырттан тасымалдаушылар тартуға сеп болмақ.